екеуі жақын арада тағы ашатын боламыз. Жалпы нұрлы жол бағдарламасы бойынша мектеп салуға облыс орталығына 3 миллиард 500 миллионға жуық қаражат бөлінген. Ол толық қазір игерілді. 2400 балаға арналған 4 мектеп салынды. Бұл үлкен қолдау. Біздің балалардың, оқушылардың саны жылдан жылға көбеюде. Bir жылдың ішінде 3000-ға жуық баланың саны көбейді Орал қаласында. Осы мектептердің нұрлы жол бағдарламасын ашуы үлкен қуаныш. Мына шағын ауданда мектеп жоқ. Бұрын 12-ші мектепке Деркулға барады. Ол жерде 1800-ге жуық адам оқыды. Қазіргі уақытта 500-нің үстіндегі балаларымыз осы жаңа мектепке келді, жақсы болды. Бұл үлкен қуанышты жағдай. Себебі мына 3 ауысымды мектептерді азайту ол біздің міндетіміз. Алдағы уақытта да сондай мектептер салатын боламыз. Көрдіңіздер, толық жабдықталған, барлық материалдық техникалық қамтамасыз етілген, компьютер бар, интернет бар. Енді біз мұғалімдердің сапасын жақсартамыз, біліктілігін артамыз. Ең бастысы, балаларымыз, оқушыларымыз сапалы білім алу керек. Биыл жолдауда елбасымыз мұғалімдердің жалақысын көтеруін айтты. Ол жұмыс басталды. 30%-дан 50%-ға жетіп жалақылар көтерілетін болды. Бұл жақсы қолдау.